Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Менің PowerPoint бағдарламасымен жаңа дизайн курсының тыңдаушылары, студенттері. Бүгін сіздердің назарларыңызға PowerPoint бағдарламасымен кері санақ таймері бар қызықты бір ойын шаблонын ұсынбақпын. Ең алдымен осы ойынға шолу жасап алайық. Яғни бізде экранда осындай дизайн пайда болады. Қызыл түсті ол біздің таймер болып есептеледі. Жасыл түсті кнопка ол біздің ойынды бастайтын кнопка. Одан кейін бұл жерде орнына ауысқан әріптер, осы әріптерді құрастыру арқылы біз сөз жасап шығаруымыз керек. Енді осы ойынды қалай жасаймыз? Ол үшін әдеттегідей файлға барамыз, создать, пустая презентация. Презентацияның макетін ауыстырып аламыз, пустой слайдқа. Келесі бірінші әрекет бізде таймер жасау, ол үшін фигураға барамыз, төрт бұрышын аламыз. Бізге керек өлшемде фигура сызып аламыз. Бұның контур тұра береді, заливкасы кішкене күлгін түсті аламыз бастапқыда. Одан кейін бұның копиясын жасап аламыз. Копиясында контурды алып тастаймыз. Заливка қызыл түске қойсақ болады. Бұны біз бірінші фигураның үстіне апарамыз. Келесі қадам толық ерекшелеп аламыз да Ctrl-D-ны басамыз. Екінші нұсқасы пайда болады. Одан кейін келесінде Ctrl-D-ны баса береміз. Бізге керекті орынға қойып береді. 10 нұсқасын жасаймыз. 7, 8, 9, 10. Осындай 10 нұсқа пайда болады. Келесі бізде әрекет вставка. Енді ойынды бастайтын кнопканы жасаймыз. Ол үшін скругленный төрт бұрышын аламыз. Осындай көлемде жазсақ болады. Бұның контурын алып тастаймыз. Эффект фигураға бірінші заливкасын жасылға алсақ болады. Эффекті фигурады заготовка, үшінші тұрған заготовканы алсақ болады. Бұның ішіне ойынды баста деген сияқты бір жазайық. Ойынды баста. Жазудың шрифтін өзгертеміз. Бізге ұнайтын шрифтті таңдап аламыз. Одан кейін кішкене үлкейтеміз. Көрінетіндей ақ түспен қала берсін. Келесі үшінші әрекет, біз бұл жерге жазу жазамыз. Яғни жазуда мысалы сауда деген сөз болса, оны сауда деп жазамыз. Бұны да шрифтін ауыстырып аламыз. Одан кейін үлкейтіп аламыз. Керекті өлшемді таңдаған соң өстіп қоқпаймыз. Енді барлық бізге керекті объектілер жасалды. Енді біз анимацияға кірісеміз. Ол үшін анимация бөліміне барамыз. Ол біз анимация ашып қоямыз мына жерге. Ең бірінші әрекет, бірінші төрт бұрышын таңдаймыз. Осы жерге анимациясын толық нұсқасын ашамыз. Выход деген анимацияға бару керек. Бұл жерде появление. Бұның нұсқасы, яғни параметр эффектке бар. Ол қазір жоғары кетеді, бізге оң қарай кету керек. Содан кейін осы анимацияның барлығын қалған төрт бұрыштерге қолданамыз. Ол үшін анимация по образцу қолданамыз. Келесіне яғни барлық төрт бұрыштардың бәріне анимация по образцу дегенді қолданып шығамыз. Яғни бұл біздің жұмысымызды жеңілдетеді. Өстіп жасап алдық толық бәріне. Одан кейін барлығын, яғни 1 секундқа реттеуіміз керекпіз. Ол үшін мына оң жақ шетінде ол анимацияда толық барлық анимацияның shift батырмасын басу арқылы толық белгілеп аламыз. Одан кейін мына жерде длительность 50 деп тұр. Бұны біз 1 секундқа дейін ауыстырамыз. Және де ең соңында мынандай стрелкаға басамыз да барлығы бірінен кейін бірі
после предыдущий таңдаймыз. Яғни одан кейін осы таймерге бізге триггер орнату керек. Триггер дегеніміз бағыттау, иә? Облыс анимациясының астында триггер деген тұр. Бірінші 4 бұрышын белгілейміз. Триггер по щелчку. Бізге мына ойынды баста деген кнопкаға бағыттауымыз керек. Ол үшін міне прямоугольный скруглен углы 23 дегенді таңдаймыз. Содан мына жерде бөлек бір триггердің аймағы ашылады. Келесі 4 бұрыштердің бәрін осының астына әкелу керек. Ол үшін қайтадан белгілейміз біреусін. Одан shift батасын басу арқылы ерекшелеп аламыз. Ол бәрін. Одан кейін тарту арқылы жаңағы триггердің астына апарамыз. Яғни біз ойынды баста деген кезде бізде таймер іске қосылады деген сөз. Келесі қадамымыз енді осы слайдта дубликация жасаймыз. Дублировать етеміз. Және де керемет екі объект бізге керек емес болады. Бұл екеуін жойып тастаймыз. Сөзді ортасына кесек болады. Бұл жерге біз сөздің дұрыс нұсқасын жазуымыз керек. Мына жерге осы дұрыс нұсқа шыққан кезде біз сурет, басқа бір объектілер қойсақ болады. Оны енді фантазияларыңызға байланысты реттеп аласыздар. Келесі соңғы әрекетіміз бізде осы екінші слайдта белгілеп тұрамыз. Осы белгіленіп тұру керек. Одан кейін переходыға барамыз. Осы жерде трансформация деген переход таңдаймыз. Трансформация, одан кейін осы трансформацияның параметр эффекті деген бар. Осы жерге басамызда мына үшіншісі символ деген керек болады. Осыны таңдаймыз. Сонда міне біз слайд-шоумен тексерген кезде слайд-шоу сначала осындай ашылады. Ойынды баста деп басамыз. Сонда бізде таймер жүріп жатады. 10 секунд, яғни уақыт береді бізге. 10 секундтан кейін біз жаңағы ойыншыдан жауабын сұраймыз. Жауабын айтқан бойда дұрыс жауабын щелчок арқылы шығарамыз. Сонда келесі слайдта бізде өстіп дұрыс жауабы плавный переходпен ауысады. Осымен біздің яғни негізгі жұмыс аяқталды. Енді біз сөздерді көбейтуіміз үшін екі слайдты белгілейміз. Shift арқылы өстіп белгіленіп тұру керек. Міне. Одан кейін оң жағын басамыз, дублировать слайд. Осы слайдтар дубликация жасауымыз керек. Келесі мына жерде тек қана біз сөздердің атын ауыстырамыз. Яғни мысалы мына жерде базар деген сөз жазғым келсе, бірінші забра деп жазамын. Мен дұрыс нұсқасында базар деп жазамын. Қайтадан қорытынды тексере салайық. Мен сначала ойынды бастау деп кетеді. Бізде 10 секунд жүреді. Одан кейін 10 секундтан кейін жауабын шығарамыз. Келесі слайдқа өстіп өтеміз. Осымен менің жаңағы кері санақ таймері бар ойын шаблоны сіздердің назарларыңызға ұсындым. Осы видео сабақты қарап, практикалық жұмыс жасап, өздеріңіздің оқушыларыңызға осындай қызықты ойындарды ұсыныңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.